Созақ, қазақ даласы, кең жазира жеріміздің бір пұшпағы. Мұнда дастарханнан енші алыспаған қазақтар тұрады. Арығырақтан айтқанда Алпамыс батыр жырында айтыла беретін баба түкті шашты әзіз жатыр. Түгел түркі жұртына ортақ тұлға Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жаназасын шығарған қара бура әулие де осында. Елімай әніндегі Қаратаудың басынан көшкеледі, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді деген атақты Қаратау да осы Созақ ауданында көсіліп жатыр. Қазақ тарихы айтылғанда Созақ даласын айналып өте алмайды. Өйткені қазақ ел болып ең алғашқы туын тіккенде Созақ астана болды деген деректер бар. Бұл Созақ шежіресі. Еліміз бойынша ең танымал тұлғалардан да атай кетейін. Атақты күйшілер Сүгір Әліұлы, Төлеген Момбеков, қобызшы Жаппас Қаламбаев, шертпе күйдің хас шебері генерал Асқаров. Қазақта Созаққа барсаң күйшімін деме деген сөз осы кісілердің күйшілік құдіретін мойындағандықтан айтылған. Бұлар Созақ үні. Қазақ тіл білімінің негізін салушылардың бірі Қазақ СССР ғылым академиясының іргетасын қаласқан халқымызға атайгілі түрколог ғалым Ісмет Кеңесбайұлы Кеңесбаев, көрнекті драматург Асқар Сүлейменов. Бір кездесуде атақты Асқар Сүлейменовтен: «Аға, сіз Шымкент облысынансыз ба?» деп сұрапты. Асекең: «Жоқ, мен Созақтамын» дейді. Сонда әлгі: «Дұрыс қой, Созақ Шымкентке қарамай ма?» десе: «Жоқ, Шымкент Созаққа қарайды» деген екен. Бұл қазақ ұлтының абыройын асқақ, Созақ елінің мәртебесін биік етіп жүрген аптал азаматтар. 30-шы жылдары орыстан келген апатқа қарсы тұрып, атақты Аллаху көтерілісін бастағанда осы Созақ жұрты. Бұл көтеріліс қазақ даласындағы ең ірі көтерілістердің бірі болған. Бірақ үкімет тарапынан әлі де лайықты бағасын алмай келеді. Орысқа қарсы қол бастаған Салықбай мергеннің ең болмаса бір көшеге аты берілмеуі соның дәлелі. Аллаху қырғыннан кейінгі аштыққа ұрынған елді Сұлтанбек Қожанов құтқарып қалды. Белгілі қоғам қайраткері елді аштықтан құтқарған, ақысына орыстың қолынан атылып кетті. Бұлар Созақ ұлтшылдары. Созақ табиғатына сән беріп, Қаратау тәжіне айналған Келіншектау келбеті де бір керемет көрініс. Келіншектау аңызы иісі қазақ жұртына кеңінен тараған. Сәкен Сейфуллин түрмеден қашқанда ақсақ киік әніне арқау болған атақты бетпақтала жатыр көсіліп. Мойынқұм жалдарында Сәкен асу аталатын асу да бар. Шәмші Қалдаяқовтың Теріскей әні де осы Созаққа арналған. Еліміз бойынша оңтүстік облысы ең жылы аймаққа жатады. Бірақ соның ішінде Созақ ауданы ол санатқа кірмейді. Табиғаты ерекше жаратылған Теріскейдің көктемі кеш шығады. Созақта Алтын тау аталатын тау бар. Ақпатшаның кезінде осы таудан алтын өндірілген. Қазіргі уақытта қайта қолға алынып алтын өндірісі жұмыс жасап тұр. Жерасты байлығы да жетерлік. Созақ уран өндірісінен еліміз бойынша донор аймаққа жатады. Ел қазынасының қомақты бөлігі осы Созақтың уран өндірісінен түседі. Ұлттық компанияны Мұхтар Жакишев басқарып тұрған жылдарда болашақта Созақты төрткүл дүние танитын болады. Қазақстанды ең көрікті, ең бай елге айналдырам деген сөзі бар, бірақ аяқтан шалушылар ол арманына жеткізбей жіберді. Шерхан Мұртазаның жазғаны бар, оңтүстікте Созақ деген ел бар. Бұл шалғай жатқан, өзіне қадыр қонған ел деген. Заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезов Созаққа жасаған соңғы сапарында Созақты білмеген қазақты білмейді деген тұжырым жасапты. Тәкен Әлімқұлов мына қарт Қаратауға тіл бітсе, қазақтың талай тарихы ашылар еді-ау деген екен. Бұл ірі ойшылдарымыздың Созақ туралы талғамдары. Созақ қазақтың қасиетті мекені. Созақта бір күн болған адам оны өмір бақи ұмыта алмайды. Асқар Сүлейменовтың сөзі бар: Созақ туралы айту үшін Созақта туылу керек деген. Созақ қазақтың ажырамас бір бөлшегі. Қыртысы қалың Қаратау байлығы да елге ортақ. Сағымдай бұлдыраған сары даланың да иесі өзіңсің жұртым. Тәукенов Айдар Темірбекұлы. Оқыған Қуат Ахметжанов.